түлектері қол көтеріп қояқшы. Және ата-аналары. Енді былай істейік, енді құрметті А сыныбының сынып жетекшісі арнайы осындай керемет кештен не берсе екен, Құдай. Так. Мына екі сыйлық торта алдым. Мына ұстазымызды қандай адам екенін сұрап білгім келіп отыр, негізінде бар ғой. 11 жыл емес, қанша жыл сабақ бердіңіз? 4 жыл сынып жетекші қызметін атқардыңыз. Екінші анасындай болды. Енді мен қазір оқушыларымыздың арасынан сұрайын, иә? Ұстаздарыңыз, сынып жетекшілеріңіз қандай қыз, қандай апай деген кезде бір ауыз сөзбен, және ата-аналардан сұрайын. Оқушылардан бір оқушы таңдайсыз, ата-аналардан бір ата-ана таңдап, бір сыйлық береміз. Өзіңізге, сосын өзің бірдемеңіз, арнайы сыйлығыңыз беретін болады. Дайын тұрыңыз. Ал 11-ші А сыныбының оқушылары, әне, уже бірінші вариант табылды уже. Ардақ апай қандай? Керемет қой. Қандай? Күшті. Рахым апайға кететін жоқ қой. Енді басқа апайлар жамандамай. Бірақ сонда да Ардақ апай бәріміздің көңілімізді көтеріп, қанша ашуланса да біздің даңқымызды көтеріп, ағылып, бірталай жерде. Сен тағы мектепте оқығың келіп тұрған сияқты. Молодец, әдемі. Тағы қандай? Ардақ апайымыз қандай? Жоқ, біраз сөзбен айтайық, біраз сөзбен. Красивая, умная, шустрая, симпатичная, сногсшибательная, дерзкая. Жоқ, біраз сөзбен қандай? Айтып. Екі апай ортасын жағынан көрсін. Қандай? Біраз сөзбен айтайық. Апайлар қандай қыз? Неотразимая. Міне, неотразимая. Айтсаңызшы түлектер. Қандай апайлар, Ардақ апайлар қандай? Айшы, сен бірдеме деші. Не дейді? Мына бала сразу қайтып 10-шы классқа барсам. Ата-аналардан сұрайыншы. Ал, ата-аналар 11-ші А ғой, иә? Кеңіз, апайларыңыз қандай қыз? Керемет. Керемет. Мен вообще басқа нәрсе күткем негізінде ғой. Көкесі айтыңызшы. Адамгершілік мол. Адамгершілік мол, тамашасыз. Тамашайсыз. Қарны тойдырып алайық, сосын айтамын.